Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіздің есіміңіз кім? Дана. Кешіріңіз, Дана. Мына микрофон бір істемей тұр да, мына жерде. Зәлем деп шығам. Соны мен өзім сұрағымды екі рет қайталаймын. Сіз өзіңіздің жауабыңызды екі рет қайталаңызшы. Әйтпесе мына бір жазып айтса бізге. Басынан бастайық. Саламатсыз ба, саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз. Есіміңіз кім? Дана. Екі рет, Дана. Өте қуаныштымын. Осы сіз демалысты қалай өткізесіз? Жақсы. Сіз қай жерде демаласыз? Қалада, демалыс орындарында. Сізге тауға барған ұнай ма, жоқ, осы қаланың ішінде түнгі клубтарға барған ұнай ма? Сізге қалаға барған ұнай ма, тауға? Немесе осы қалада түнгі клубтарға барған ұнай ма? Тауға. Неліктен? Таза ауа. Таза ауа. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Өз аты жөндеріңізді айтып кетсеңіздер. Жанара. Лаура. Өте қуаныштымын. Сіз демалысты қалай өткізесіздер? Біз енді өз үйімізде, университеттен кейін өз үйімізде жазғы каникулға барып келдік. Бізде сол үйге өз ата-анамызға барып, мамаларымызбен бірге демалып, оқу басталғанша үйде демалдық. Бізде сол үйде демалыс біткенше мамаларымыздың қасымызда отырып демалып қайтып келдік. Ал сенбі-жексенбі күндерін қалай өткізесіздер? Сенбі-жексенбі күндерде әрине жас болғаннан кейін дискотекаларға барамыз, клубтарға барамыз. Сенбі-жексенбі күндерде дискотекаларда, клубтарда өткіземіз. Сізші? Сенбі-жексенбі күндері сол екеуміз дос болғандықтан күнде бірге барып дискотекаларға барып қыдырып жүрдік достарымызбен бірге. Сенбі-жексенбі болғандықтан біз дос болғаннан кейін бірге жүріп демалысты дискотекаларға бірге бардық. Неліктен сіздерге мысалы көкке шықпасқа? Неге көкеде шығамыз? Кейбір күндері достарымызбен бірге жиналып, тау жаққа барамыз, не болмаса тағы көлге барамыз. Көкеде шығамыз. Кейбір күндері достарымызбен жиналып тауға, немесе өзенге барамыз. Бізде сол көкке шығып, біздің жанымызда Подгорный деген тау бар. Әрине, жексенбі күндері біз тауға шығып демалып жүрдік.